Қайырлы күн, құрметті достар. Кезекті видеомыз біздің Life Worksheets деп аталатын платформаға арналады. Бұл платформада сіздер балаларға арналған формативті тапсырмаларды жасай аласыздар. Тек қана жасап қана қоймаймын, міне көріп тұрғандарыңыздай дайын формативті жұмыстарды да жүктеп ала аласыздар. Және сол жаңа жұмыстың ссылкасымен балалармен бөлісе аласыздар. Ол балалар өздері жасайды. Мысалға, міне мынаны ашатын болсақ, міне бұл тапсырмада не істеу керек барлығы жазылып тұрады. Міне осы тапсырманы балаларға жіберсеңіздер, мына жерге өздері қолдарымен жазу керек. И соңында finish дегенді басады. Check my answers деп басса, өздерінің жауаптары неше балл алғаны шығады. Бұл платформаның бір жақсысы, барлық қандай 20 сұрақ жасасаңыз да, 16 сұрақ жасасаңыз да, барлығын 10 балмен бағалап береді. Міне мына жерде барлығы жазылып тұр. Міне download файл PDF-та жүктеп алсаңыз да болады. Немесе болмаса, жаңағы егер Google Classroom сіздерде сыныппен жұмыс болатын болса, Microsoft Teams, соларда да бөлісуге болады. Немесе share through WhatsApp деп тұр. WhatsAppта да бөлісуге болады. Немесе мына нені copy деп көшіріп алсаңыз болады. Ссылканы сосын балаларға жібере саласыз қажет уақытында. Енді мен сіздерге бұл жалпы осы платформаға, осы сайтқа қалай тіркелу керек және оны осы жерде қалай жұмыс жасау керек, соны көрсетейін деп отырмын. Мен уже тіркелгенмін, сол үшін менің аккаунтым шығып тұр. Енді сіздер жаңадан тіркелген кезде мына register дегенді басасыздар. Енді орысшаға аударып алсаңыздар да болады, мына жерде тілді. Просто маған осылайда ыңғайлы. Так, мына жерде барлығын өздеріңіз туралы детально толтырасыздар. Паспорт дегенге өздеріңіз парольдарыңызды жазасыздар. Парольді қайталап жазу, email почталарыңызды жазасыздар. Міне Қазақстан, менде барлығы уже автоматически шығып тұр. Full name, өздеріңіздің жаңа фамилия, аттарыңызды түгел толық жазу керек. Сосын Facebook деген керегі жоқ, Twitter, Instagram тоже қосам десеңіздер, енді қосып қойсаңыздар болады. Мында туылған күндеріңіз, сосын тағы да more about you деп тұр. Бұл жерде өзіңіз туралы тағы сіз мұғалімсіз ба, соның барлығын жазып, яғни робот деп белгілеп, мында тоже жаңағы условиялармен келісемін деген ғой, соның птичкасын қойып, register деп баса саласыздар болды. Сіздерге аккаунттарыңызға, email почталарыңызға, жаңағы аккаунтқа не келеді, доступ келеді, соны баса саласыздар. Енді қазір мен өзім аккаунтымен кіре берейін, оны уақытымды кетірмейін. Міне, мен өз аккаунтыма кірдім. Енді осы жерде міне home, about this site, interactive worksheets, make interactive worksheets деп тұрады. Осы жерде make деген басамыз да get started дейміз. Бастау. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, міне өзде жазылып тұр, формат, документ қандай форматын қабылдайды. PDF, жаңа JPG деген тоже жаңағы сурет, OPNG деп тұр, тоже сурет форматындағы документтерді 5 мегабайтқа дейінгі лимит деп тұр. Сондай документтерді ғана қабылдайды. Енді біз осылай немізге кіреміз. Мен PDF түрінде checkpoint деп сақтап қойдым. Енді білмеймін, қазір ашыла ма, ашылмай ма. Потому что менде PDF ашатын программа болмай тұр. Міне документіміз ашылды. Ашылды. Енді ашылған документімізді қалай істейміз? Бірінші бастау үшін міне мына бас жағында тұр. Мынау бізде редактирование көкпен тұрған, мынау лупа тұрған, ол көру. Жасап болған документіңізді көріп аласыз, бірінші тексеріп. Сосын жаңағы болды уже жасап біткеннен кейін завершение птичка тұрған. Ал мынау X ол уже наоборот удалить. Ал мынау жаңағы ауыстыру документті басқа неге ауыстыру. Енді біз әлі жасап болған жоқпыз. Мына жерде бізге кішкене қазір несін масштабын кішірейтейін. То сыймай жатыр. Мына жерде екі документ бір-біріне сәйкестендіру керек. Сәйкестендіру үшін мен алдын ала осылай өзіме жазып алдым. Жерде жазатын сөздері бар, мысалы сөздерді бір-біріне сәйкестендіру үшін немесе жылжыту үшін жаңағы неде бізге жылжыту керек қой, ана басындағы сөздерді мына жерге жылжытып алып келу керек. Мынаны былай жылжыту керек. Сол үшін біз мына сөздерді пайдаланамыз.
drag двоеточие 1, drop двоеточие 1, қос нүкте 1 және drag қос нүкте 1 және drop қос нүкте 1 деп басамыз. Сосын копировать етіп алсаңыздар да болады. Мынау біздің алатын сөзіміз аппаратын. Жерге қоямыз. Drag 1. И үстіне бұны қай жерге апарады? Мысалы, оның көлеңкесі мынау, е. Демек, осы жерге біз drop деп жазамыз ағылшынша. Drop қос нүкте 1 дейміз. Демек, бір-біріне сәйкестендіреді деген сөз. Енді келесі, мысалға, міне баланы апаратын болсақ, тоже drag қос нүкте 2. Міне drop қос нүкте 2 деп жаздық. Яғни 1-ді 1-ге, 2-ні 2-ге сәйкестендіреді деген сөз. Енді келесі тапсырмаға көшсек. Келесі тапсырмада бізге бұл суреттерді апарады. Апаратынды қазір тексеріп алайық, суретті апаратын деп. Міне, біз жаздық drag 1, drag 2, и drop 1, drop 2 деп жаздық. Енді бұны тексеріп алу үшін қайтадан жоғары жағына шығамыз да, мына лупаның несін басамыз. И міне, балалар сонда бұлай апарады ғой. Мына суретті таңдайды да. Мына суретті бұлай апарады жоғары жаққа. Менде слайд болып екі беттен тұрғандықтан дұрыс болмай қалды. Негізі екеуін бір бетке қойсаңыздар вообще оңай болады. Осы жерге апарып бүйтіп қою керек. Көрдіңіздер ме? Мына қойылды. Қазір баланың суретін қояйық енді. Баланың суреті деп апарады. Орнына қоюымыз керек. Мысалы, басқа жерге қойсақ та болады. Біз ол жерге бірақ drop деп жазып жатық, сол үшін қойылмайды. Сосын бәрі біткеннен кейін аяқ жағына барады. Finish дегенді басадым. Finish дегенді басқан кезде бізге check my answers деген шығу керек. Міне 10-да 10 деп шығады. Уже бал бізде 10-да 10 болды. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Қайтадан жаңағы ручканың үстін басып, қайтадан бетімізге кіреміз. Келесі тапсырма сәйкестендіруде міне мынандай белгілерді жазу керек. Сәйкестендіру тапсырмасында join қос нүкте 1, join қос нүкте 1. Яғни бір-біріне сәйкестендіру үшін осылай жазамыз. Міне бірінші белгілеп аламыз сәйкестендіретін суретімізді. Осы жерді белгілейміз да. Ағылшынша join қос нүкте 1. Бұны мысалы қайда сәйкестендіру? Мынаумен сәйкестендіру керек болса, мына суретпен осы жерге join қос нүкте 1 дейміз. Сосын мысалы әкесін мына жаққа апару керек. Бұны тоже join қос нүкте join қос нүкте 2 join қос нүкте 2 дейміз. Болды. Енді көруге оралсақ болады. Енді қайтадан бір тексеріп аламыз. Көріп аламыз. Бағанағы тапсырмамыз бір-біріне апару үшін. Міне, карандаш өзі шығады, неге суретке апарсаңыз, міне бұлай қарай бір-біріне сәйкестендіреді. Бұл жерде бізде кішкене дұрыс болмай қалды ойын. Join қос нүкте 2. Өстіп апару керек. Енді қайтадан редактированияға көшеміз. Бағанағы тапсырмамызға келеміз. Бірінші тапсырма болды, екінші тапсырма болды. Енді үшінші тапсырмада жазу. Яғни мына жерге жазу керек. Тағы да осылай енгіземіз. Өзінің ответтерін жазу керек, мына жерге. Бүйтіп жаңағы мынандай примерно жаза алатындай өстіп 4 бұрыштап тастап кетсеңіздер болады. Мына жерге 7, 8, мысалы қанша екенін жазады олар 7, 5 деп санап карандаштарды, сосын мына жерге өз жауаптарын жаза алады. Бұл бізде орын қалдырып кетеміз. Енді келесі тапсырма тест жасаған кезде choose the correct variant, бір дұрыс жауапты таңдау. Енді мен мына жерде примерно жасай салдым. Міне тест сұрақтарында біз былай жазамыз. Егер дұрыс емес жауап болса, select қос нүкте no. Егер дұрыс жауап болса, select қос нүкте yes. Тоже белгілеп аламыз. Керекті жерімізді міне осы жерді белгілеп аламыз. Сосын жазамыз ағылшынша select қос нүкте no. Қос нүкте no. Сосын келесісін белгілеп аламыз. И жазамыз.
select қос нүкте yes, яғни бұл бізде дұрыс жауап деген сөз. И үшіншісіне select қос нүкте no. Болды, енді тексереміз. Енді қайтадан барып тексереміз. Тексеруге барсақ қазір тестті. Міне осылай шығады бізде. Бірінші бала таңдаған кезде ол дұрыс па, дұрыс емес па сразу шықпайды, только финиш деп басқан кезде, аяқтаған кезде ғана дұрыс жауап шығады. Енді дұрыс жауабын көрсек, міне, мынау мысалы қызылмен жанып тұр, көрдіңіздер ме? Дұрыс емес деп өз көрсетіп тұрады. Енді қайтадан редактированияға көшеміз. Енді сіздер осына бәле-бай тапсырма жасамайсыздар ғой, мысалы бір тапсырма, екі тапсырма, ары кетсе екі тапсырма бір сабаққа сөйтіп жасайсыздар. Мен енді бірнеше тапсырманы бірақ көрсетейін деп шештім. Мына жерде choose true false деп тұр. Мысалға, бір мәтінде бір сөзді қалдырып кетесіздер да, мысалы bedroom, living room деген сөзді қалдырып, мәтіннің ішінде сон жаңағы басқан кезде көп жауапты, бірнеше жауапты таңдауға болатын болады ғой. Мысалға, тізімнен таңдау choose, тура осылай жазасыздар, choose. Тізімнен таңдау болған кезде bedroom дегенді алсақ, мысалы бұл дұрыс емес қой бізде. Choose қос нүкте звездочка. Біріншісіне жақшаның ішіне дұрыс жауабымызды жазамыз. Біріншісіне дұрыс жауап жазу керек. Мысалы, мынау дұрыс емес, false деген бізде false болады, сосын жақша керек жоқ қой деймін. Так, false и мынандай не қоямыз, бөлік ше. Мынандай қоямыз да, сосын и дұрыс емес жауабын жазамыз, true. Жерде тағы да звездочка болады. И енді келесіне choose тоже. Choose қос нүкте. Choose қос нүкте звездочка. True бұл жерде дұрыс қой, true. Мындай черточка қоямыз да, звездочка false. Енді қазір тексеріп көрейік қандай шығады екен. Тура осы тапсырмамызды тексеріп көрейік қалай шығады екен. Міне көп варианты шығады, міне көрдіңіздер ме? False. Мына стрелканы басса, өзі басып шығады жауабы. True немесе false өстіп шығады. Енді келесі, мұнда жануарларды қойып қойды. Мысалы, иттің дауысын салып қойға болатын жерге, немесе осыны басқан кезде dog деп айтатындай. Оны жасау үшін менде тоже бар. Listen English cow деп жазсақ, мысалға. Осы сөз жазу керек. Енді қайтадан редактирование дегенге көшеміз. Редактирование дегенге көшеміз да. Осы жерге жаңа сөзіміз жазып қойсақ болады. Болды. Енді қайтадан көреміз. Көруге ораламыз. Мынаны басқанда айтады енді. Менде запись жасалып тұрғаннан кейін дауысы шықпай тұр ғой. Уже мынандай ненің колонканың дауысы шыққаннан кейін ол уже айтады. Сосын келесі қайтадан енді соңғы тапсырма редактированияға көшеміз қайтадан. И мына жерде бізде жаңағы ссылка қою. Белгілі бір жаңа видеоның ссылкаларын қойсаңыздар болады. Мысалға, мына жерде видео бар ма екен? Так. YouTube деп кіре салайық. Осы видеоның ссылкасын көшіріп алайық та. Мына жаққа қояйық. Белгілі бір видеоның ссылкасы керек болса.
осы видеоны алып, бағана жерге, осы жерге көшіріп қоя саласыздар, болды. Енді қайтадан тексеруге көшеміз. Тексереміз қазір балаларға көрсету үшін. Астында міне видеоларыңыз түсіп тұр, көрдіңіздер ме? Мынаны бассаңыздар, уже балаларға көрінеді. Осы жерден прям балаларға көрсете бересіздер. Қазір кал деген тексеру. Module 5. Жоқ, осыны басқан кезде шығу керек біраздан кейін. В общем, осылай өстіп жасайсыздар. Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Міне осылай жасайсыздар. Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Егер осындай жаңағы платформалар қажет болса, тағы да ашық сабақтарға мен бөлісуге тырысамын. Қызықты платформаларды бөлісуге тырысамын. Сіздер де маған жаңағы 100 лайк, 200 лайк жинауыма көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің лайктарыңыз көбейген сайын менің де видеоларым, қызықты, пайдалы видеоларым көбейетін болады. Көріскенше сау болыңыздар. Тамашалап көргендеріңізге рахмет.